Қайырлы күн, сіздермен Райхан. Осындай қамыры жұқа болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісемін сіздерге. Жасалу жолы өте оңай. Қамыры суда иленіп шығады. Ең алдымен ыдысымызға су мен дрожжымызды жақсылап араластырып алып, оның үстіне кішкене ұнымызды салып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге қанша ұн, қанша су керектігін барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Одан соң тағы жартылай саламыз. Енді қолымызбен қамыр илеп бастаймыз. Толықтай барлығын салып жіберіп, қолымызбен қамыр илейміз. Содан соң үстіне сұйық майымызды құямыз да, жақсылап осындай қолға кішкене жабысатындай қамыр илеп, тындырып қойып қоямыз жылы жерге. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай көтеріліп шығады. Енді екіге бөліп табаға осылай жұқа қылып жайып аламыз. Одан соң үстіне кетчуп майонезімізді жақсылап жағып аламыз, барлық жеріне бір тегіс қылып. Егер сізге майонез кетчуп ұнаса, көбірек майонез кетчупты жағып шықсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға қарай. Енді үстіне ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Толықтай ірімшігімізді салып болған соң үстіне шұжығымызды қойып шығамыз. Осы сәтте печкаларыңызды 180 градуста кішкене қыздырып қойып қойыңыздар. Мінекей, толықтай болдық. Енді печкамызға жібереміз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып пісіп шықты. Жұқа болып, қамыры ерекше болып, бір дайындағаннан шығады. Қайта-қайта жегіңіз келе береді. Өте керемет болып шығады. Видеоны егер соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге үлкен рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыз.